Қайырлы күн, менің алтын көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жүгерінің дұрыс пісірілу жолын үйренеміз. Ең алдымен жүгеріні бірнеше рет осылай ағын суда тазалап жуып аламыз. Сосын қайнататын ыдысымызға салып, керекті жүгерлерімізді газымыздың астын жағып отқа қоямыз, достар. Отқа қою барысында ең ескере кететін маңызды жайт, бұл жерде ағын су немесе бөлме температурасындағы суды құймаймыз, достар. Міндетті түрде қайнап тұрған қайнаған суды құямыз үстінен. Өйстіп үстінен құйып алғаннан кейін бетін жауып, қақпағын жауып, 30-40 минутқа қақпағын ашпай, қатты емес, баяу емес, орташа отта қайнатып аламыз. Піскен жүгерімізді піскенін қалай білеміз, достар? Екі жағдайда піскенін білуге болады. Бұл жерде зубочистканы тығу арқылы жұмсақ екенін біліп, бұл жерде пісті деген сөз. Ал тағы да екінші кететін жайт, ол піскен жүгерлер өзі аралары ашылады. Сол кезде жүгеріміз дайын деген сөз. Жүгерлеріміз піскеннен кейін осылай сілкіп-сілкіп, суын жақсылап сілкіп, ыдысымызға саламыз керекті. Одан кейін өзіміздің қалауымызша тұз немесе майды жағу арқылы ата-аналарымызға, отбасымызға ұсынсақ болады. Менің отбасыма осылай тұз сеуіп жеген ұнайды. Сондықтан мен бұл видеода тұз септім. Достар, өте сочный, өте жұмсақ, бәріне ұнайтын жүгері пісіп шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Жаз айында таптырмас витаминді өнім. Сондықтан үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Айпана. Келесі видеомда кездескенше, достар.